Сәлем достар, бүгін біз осындай әдемі таспен жасап үйренетін боламыз. Бізге осындай әдемі тастар керек болады, яғни моншақ, және де осындай ілгіш керек, екі осындай дөңгелек моншақ керек, және де осындай тастардың сыртына арналған әдемі моншақтар керек болады. Және де өз қалауларың бойынша шашбау, айшық керек болады. Және де осындай бізге резина жіп керек болады. Ең алдымен осы резина жібімізден мен 4 қабаттап алдым. Себебі бізде тасымыз ауыр болғандықтан, таза тас болғандықтан, үзіліп кетпеу мақсатында 4 қабаттап аламыз. Достар, ең алдымен осы 11 тасымызды іліп аламыз. Одан кейін осы моншағымыздан біреуін осылай өткізіп алып, дөңгелек моншағымыздан біреуін өткіземіз. Дәл солай екінші рет қайталайтын боламыз. Достар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Міне барлық тасымыз осылай 33 тас болу керек, және де осында ілгішімізді қондырып, дұрыстап қатты буып, байлап аламыз. Ендігі кезекте айшығымызды, шашбауымызды қондырамыз. Ең алдымен осылай 3 тасымызды қондырып аламыз. Достар, дәл солай резина жіптің 4 қабатын қаптап алдым. Мына айшығымызды осылай өткіземіз. Ең алдымен осы бас жағын түйіп, ендігі кезекте осыны екеуін біріктіретін боламыз. Міне достар, менің уже таспиғым дайын болды. Өте әдемі шықты. Осылай үй жағдайында таспиқ жасауға болады. Тамашалағаныңызға рахмет.